Ақпанның 6-сы Түркістан KZ сайты тұрғындары ең ұзақ өмір сүретін елдер анықталды. Қазақстан 110-шы орында деп жариялаған. Сайт мұндай ақпаратты Seoul World журналында жарық шыққан мақаланы негізге ала отырып хабарлаған. Fact-Check KZ әдеттегідей ақпараттың рас өтірігін тексеріп көрді. Қазақстан тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы бойынша әлем елдерінің ішінде 110-шы орында. Елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 73,23 жас. Статистика комитетінің дерегінше, 2018 жылы өмір сүру ұзақтығының жасы 73,15 жас. 2017 жылғы Дүниежүзілік банкінің дерегінше, Қазақстанның өмір сүру ұзақтығы 72,95 жас. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 18 жылғы мәліметі бойынша, елдегі өмір сүру жасының ұзақтығы 71,1 жас. Әлемнің кез келген жерінде әйелдер ерлерге қарағанда ұзақ өмір сүреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да бұл мәлімдемені растайды. World Data Info сайтында әлемдегі орташа өмір сүру деңгейінің ұзақтығы ерлер 70,2, әйелдер 74,7 жас. Ал Еуроодақ бойынша ерлер 78,4, әйелдер 83,8 жас екені көрсетілген. Сирияда әйел адамдар мен ерлердің өмір сүру ұзақтығында айырмашылық өте көп. Мұнда әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы ерлерге қарағанда 11,8 жасқа ұзағырақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, мәлімдеме шындыққа жақын, бірақ нақты емес. Әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы ерлерге қарағанда 9 жасқа ұзағырақ. Ерлер 59,4, әйелдер 68,9 жас.